Бұл бізде ең шешуші және де ең соңғы пом жолы. Бірінші бөлімі. Қалайсыңдар менің құрметті көрермендерім, сендермен бірге как обычно мен Духа. Бүгінгі видеода путь бомжа, яғни бом жолының алғашқы сериясы болайын деп тұр. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияны сан аямай көбейтіп жіберейік, және де как обычно чай печеньярында алып отырыңдар. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Міне достар, біз Владимир серверіне қайтадан оралдық, яғни айтқанда путь бомжаны енді бастадық. Енді кірдік, мұнда бізді как обычно дядя Слава күтіп алды. Как обычно деген сөз слишком көп болып кеткендей ма, әдеттегідей деп айтайын, сол кезде сіздерге қызық болады деген ойдамын. Енді понятно, анамно дядя Славаға кіреміз. Енді дядя Славаның заданияларын біз 5 саусағымыз кәдімгі бар ғой, анау 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты сандар бар ғой, кім саусақтар тура солай уже оқып алдық қой достар. Енді қазір біз осы ларектан тамақтар аламыз да ары қарай дядя Славаға қарай барамыз. Енді видеоның монтажы бүгін әдемі болайын деп тұр. Енді мен қолымнан келген барлық монтажды жасап жатырмын. Енді қазір біз дядя Славаның айтқанын орындайтын боламыз. Енді мен дәл қазір тезірек былай көрсетіп жіберетін боламын. Барлығын бітпей-ақ қойын, оны уже сіздер де 5 саусақтарыңыздай біліп алдыңыздар. Ал ендеше біз ары қарай жалғастырайық. 24-7 магазинға қазір келеміз. Дядя Слава ағамыздың айтуы бойынша дәл қазір келемізде осы жақтан бізде анау аптечка деген затты алып алатын боламыз. Енді бізге дядя Слава қалай ойынды ойнау керектігі жайлы айтып жатыр. Міне аптечканы алып аламыз и бізге все, применить аптечку и так heal me деген команда арқылы тезірек істей салыңыздар. И бізде бірінші дядя Славаның заданиясы орындалды. Тағы да ұшып келемізде техцентр деп ғой, осындай центрға келемізде дядя Славаның осы нивасын, ат арбасын, общем, ешек арбасын, жөндейміз. Осылай қараға бойысылайық. И все, достар, бізде уже екінші задание орындалды. Бізге сол үшін кейс бомжа берді. Қазір кейс бомжаны осы жерде ашып тастайтын боламыз. И так, давай побыстрее, жасап тастайық. Әйтпесе речь істемейтін болсақ, енді маңдай ойын деп тұр, оживеміз көтерілмей қалайын деп тұр. Срочно езжай на заправку анамно деп тұр. Бірақ бізге қазір бірінші донатқа кіру қажет. Донатқа кірдік и продолжитті басамыз да осы жерден кейс бомжаны таңдаймыз. И подтвердитті бастық, бізге VIP голд түсті. Енді 3 күнге берді, бірақ нормально деп ойлаймын. Бірақ бір жерім ауырлау ма сондай деп, осылай заправкаға да келіп жеттік. Осы жерден 95-ті таңдаймыз. И у вас не столько, ойбай, мына жаққа барады екенбіз ғой. Қазір отъехать от заправки, на жердегі қызыл меткаға тезірек барамыз. И дядя Слава звондайды, осы кезде біз оны ответить етеміз. Алло, ну что там на месте? И даже толкать не пришлось, деп анамно деп айтып атады. Бізге тогда канистру прикупи, чтобы больше так не облажаться дейді. Қазір бізде осы канистрас бензиннан сатып алатын боламыз, және де үстінен магазин 24-7-ге кіремізде ремонтный набор сатып алатын боламыз. Үстідегі сообщениелерге мән бермейсіздер деген ойдамын, достар. Енді сондай болып қаптыр. Қазір тезірек барамыз и даны басамыз. Ары қарай магазин 24-7-ге кіремізде ремонтный наборды мен айтқандай қазір соны алатын боламыз. И на жерге барамыз. Так, келдік. Ремонтный набор купить бастық. И все, достар. Бүгінгі видеода дядя Славаның айтқанын ғана орындайтын шығармыз. Себебін айтқанда барлығын бір видеоға сыйдыру қиын болады. Тем более ұзақ загрузка жүрсе, сіздерге ютубқа дұрыс бармай қалады. Енді мен қазір түнде істеп отырмын бұның барлығын. 12-де ма сондайда істеп отырмын. Қазір мен жартысын осы істеймін, қалғанын таңертең жасап тастайтын боламын. Енді ары қарай мен қазір шахтаға кеттім. Заправкаға да келіп жеттік. Шахтаның жанына келеміз. Войти в шахту. Қазір шахтаға кіремізде. Шахтадан не істейсің басқа? Пахать етесің и все. Қазір сол дядя Славаның тоже заданиесін орындаймыз. По идее, бұрынғы дядя Михайловичтің заданиялары әдемі. По идее, бұл енді факт деп ойлаймын. Өз ойым. Сіздердің ойларыңызша қалай? Мен қазір уже дядя Славаның 4-ші ма 5-ші заданиесін орындап тастайтын боламын. Но үстідегі сообщениелер ВК-дан өшіруді ұмытып кеткен мо достар, енді ренжімейсіздер, обидпейсіздер деген ойдамын. Енді не істейміз, ВК-да енді жаза береді. И менде обучение профиль и отправьте ставать руду. Осындай менде бір баг болып қалды. Енді сол багтан кейін таңертең енді кіріп отырмын. Енді қазір барамыз да дальше пахать етеміз, жаңағы орынға барамыз да раскопка руды дегенді тып-тыныш тұрайықшы. Қазір бір нәрсені басып кетіп одан кейін тағы бір косякқа кіріп өйстіп жүруге желание жоқ бар ғой.
уже опытный болып алдым ғой достар. 3-ші рет уже сондай қайталанып отыр. Енді қазір осы 4-ші попыткада жасап тастаймыз. И все достар. Әзер дегенде осы бір руда үшін соншама багтар болды ғой. Енді түсінесіздер деген ойдамын. Енді видеоны до конца добивать етіп кетесіздер деген ойдамын. Себебі бұл видеоны монтаждау үшін ойбай неше түр істедім ғой мен. И дальше қазір заданияларды орындай беретін боламыз. Хоп деп күн шығып кетті ғой. Қазір дядя Славаға барамыз, поговорить с дядей деп барамыз. Сосын осы дядя Славаның заданиясын орындаймыз. Енді бүгінгі видео қазір өшетін шығар, может, бірақ енді қазір ағарай көреміз не істейтімізді. И осылай Black Hat Games дегенге реклама кетті. Достар, если Black Rush'ға келетін болсыңдар, реально, енді осы Владимир серверіне келіп кетіңдер. Енді скоро промокодым осындай көшеді, и Black Rush проектін бірге дамытатын боламыз. Және де Black Rush проектінде семьяларды ашып, әртүрлі цельдарды орындайтын боламыз. Келесі видеода мен өз целімді көрсететін боламын. Цель жайлы вообще ойындамай қойсаңдар да болады. Енді сіздерге көп рахмет. Бүгінгі видеоға актив жинап кетсеңіздер, енді ең соңғы осы немем, просьбам, енді видеолар жиі шығып тұрады деген ойдамын. Ал, достар, сіздерге сендім ал. Еще менің телеграм-каналым описание, анау менің профилімді сообществоға жазып жібердім. И сол жаққа келсеңдер, сол жақта менің телеграм-каналымның ссылкасы тұр. И, достар, бүгінгі видео өз мәресіне келіп жетті. Сау саламат болыңыздар. Пока-пока и чао.